сол ақшаға өлтіре саласыз ба мен жомартаға? Щегол, при чем тут ақша? Мәселе абырой бар, бедел бар, авторитет деген болады. Сен просто менің кім екенін түсінбей қалдың ғой деймін. Маңқа, мені алдасаң көтіңді айырам деп айттың ба? Айттыңыз, жомартаға айттыңыз. Алло? Аужан? Мына жерде ана Сәкен ауырып қалған еді да? Я больницаға апара тұрмын. Туберкулезі ма? Жан, енді қасында адамдар тұр, давай я тебе перезвоню, пожалуйста. Я. Мяу. Мяу! Я, аха. Все, Джон, да. Не тұрсың, бар көтін айранын. Жомартаға керек емес, жомартаға. Жомартаға любой нәрсені істеп кешіріңіз, жомартаға, пожалуйста. Любой нәрсені істейсің ба? Любой жомартаға, не айтасыз, соны істей. Онда саған бір вариант бар. Ертең сендер ана ойында жеңілулерің керексіңдер. Егер сол кезде менің командам ұтылатын болса, мен сен не то что көтіңді айырамын. Мен сен мына жердегі жатқан иттердің бәріне бар ғой, кусок болып лақтырып жіберемін. Түсіндің ба? Түсіндім, жомартаға, түсіндім бәрі, түсіндім, істеймін. Щегол, болды. Өзің қайт үйіне. Давай, қайдағы туберкулез? Басқа ауыр білмеймін, қайдағы. Роза, мынау, не мынау? Не? Команданың аты деп. Ондай команданың аты бола ма? Пап, енді сіз командада тұра берсін деген соң қал кетіпті. Ұят қой мынау, қайтып кетті енді мынаны. Қараңыз, зато спонсордың атын жазып қойдым, қалай? Ой, оны да қатырмапсыңдар. Ипы ер болады. Ондайды реклама болады. Тренер, кешіріңізші, сөзіңізді бөлсем. Көрдіңіз ғой жаңа форманы? Көрдім. Команданың аты дегенді. Иә, көрдім. Ипы ер болады. Ай, оны да көрдім, міне қолымда тұр ғой. Пап, мен жанкерлердің автобусына отыра берейін, олар әлі кричалканы білмейді. Жарайды. Тренер, мен де мына автобуспен бара берейінші онда. Бір күшті идея келіп тұр, соны обсуждать ету керек. Жарайды. Ой, Жақсы. пап, мен ұмытып кеттім, футбольный командаға отыра берейін. Біз видео түсіру керекпіз. Иә, өзің біш. Тренер, мен де мына автобуспен бара берейін онда. Өзім балалармен барған дұрыс қой, командамен. Мен онда мына автобусға кеттім. Ей, сендер немене миымды ашып тұрсыңдар? Ана автобусқа отырам, мынаған отырам, анаған отырмайым, мынаған отырам. Адам жынды қылдырдыңдар ғой. Бас тартпаңдар болды. Сен өзіңнің командаңмен бар, сен ана жанкүйерлермен бар. Болды. Не отырмдалар? Кірмей ме? Жүрмейміз бе? Кетпейміз бе? Давай отырыңдар. Ja, bizim ballar tügölme bari. Tағы біреу қалып кетті деп жүрмін. Ойбай, мен қаланың аты қала. Қалаға да келмегенімізге біраз болып қалды ғой. Жақсы кезінде мынау саяхат қастағы сағаттың қасында. Жарайды, міне полияда қаланың үлкен алаңында қайтадан біздің жігіттермен қарсыластар бас қосып отыр. Қара ереке, стадион деген міне осындай болды. Қара, көрдің бе, шөбі, газон, түп-түзі. Қараш жігіттеріме рахаттанып жатыр. Доп секірет. Айта бермешті. Матч басталды, дуғол шапалақ көрсетіп міне біздің жігіттердің формалары пайда болды. Өздеріне қандай керек. Нече, ана сен стадионыңды алам ғой. Сол кезде тура осындай әп-әдемі қылып қоямын, саспа. Сен стадионды аласың ба, жоқ әлде мен мәшинені алам ба, әлі не асына ғой? Мына алаңды айтсаңыздар, мынандай алаң қаша біздің ауылда болады екен. Мәз-мейрам болып ауыл жастары кейін немере шөбереге дейін осы алаңда ойнасақ, футболымыз керемет қарқынды болады еді. Жарай, осындай қошеметті бүгін жастарымыз
Біздің ауылдың жастары ақтайды деген сенімдеміз. Базарда болельщиктер майданында кәдімгідей дайындалып кетті. Детский мал болып жатты. 1, 2, 3, 4 деп 10-ға дейін санасам болшы. Не болды сендерге ұнамаса шығып кетіңдерші. Поддержка қайда? Поддержка осында, кеттік! Матч басталды. Топ кәдімгідей бір-біріне теуіп, алдау үстінде мына шаштары жалбыраған кешіріңіздер. Бүйтіп аты сөйлеуге болмайды. Ал паспен басталды. Ең бастысы паспен басталды. Бұл футболда мен түсінгенім тактика керек. Ал мына қалалық жігітте міне қандай керемет образованный грамотно ойнап жатыр. Көрдіңіздер ме? Алдап тактикамен жақсы ойын көрсетіп жатыр. Сабыржан, дұрыс. Мынау немесе шалып, біреудің ең бар шалып. Ой, басталып. Сабыржан! Алдан іздейші! Яңыз тұрмын артта. Қарасаңшы. Дұрыс айтады. Астан ең бар алдында жүрмейсің ба? Әй, Сабыржан! Ана городскойды ауыстырып тау керек қой. Күшті болсын шығып ойнашы өзің. Пенальти? Негізі дұрыс қой. Ал жалғасуда енді мына жігіттер тебеміз деп жатыр. Барат шіктенді жастап тұрып қары не қыласың? Қанша болды? Не болды бұл өзі? Боксы. Ештен кетпейді. Ойының бәрі алда. Мұрның барда бірсің бір деп енді осы бір доққа бола енді мұңаямыз ба? Жалғасын табамыз. Ереке. Не болды ана? Стадионның документі бәрі дұрыс қой, а? Залогқа қойып қойған жоқсың ба? Қой, шексен деміз. Өзің мәшиненің несі учеты қазақстанский ма или қырғыз номер ма? Соны айтшы ма? Адеш, қарашы ағапты. Так, қыздар, ұлдар, қазір максимально поддержка бери, хорошо, қатты. Давайте бастаймыз. 1, 2, 3! 2, 3, беректі күш. 1, 2, 3, беректі күш деп ауыл жастары біздің ауылдың командасына керемет міне қолдау көрсетіп жатыр. Ал жігіттер, мына қаншама халықтың қолдап жатыр, енді сенімін ақтаңдар. Міне молодец, қандай керемет, міне көрдіңдер ме? Ауызбіршіліктерің байқалады. Бір-біріңе аспаңыз. Өткендегі ойында тек аяқтарыңды топ кесе бітіп баратағы жүрмесіңдер. Кеш ашақ боласың, тура баратағы жүрмесіңдер. Шалып қалап. Ал қандай Сабыржан, немене тоқтап қалдың мен Сабыржан? Немене тоқтап қалдың? Ұйқыңған бағында айтты мен саған түнімен. Қазір сен. Ой, мынауың өзі қайда теуіп атқан? Өрттірсімай Сабыржан. Есігін жинайшы, түнімен үй жатпайсың. Айтам бұды, бос кездерінде топпен айналысыңдар деп. Не істеп жатыр мынау? Давай, поддержка өзіңді. Поддержка береміз ау. Поддержкамен Мүмкіндікті жастарға осы жетпей жатқан жер. Бір-екеуің шапалақтап қойсаң, қазір. Ал бәрекелді, сен де бір көшеде қолдайтын керек. Ай, жігіттер, кішкене қарасаңдар жан-жақтарыңа. Міне, керемет, асықпай, Енді жан-жаққа қарап ал, оң жақта кім бар сол? Міне. Сен міне басырдың ұрпағысың сені. Ай, Сабыржан, асықпа міне. Сабыржан, сен тағы да құрсын ғой. Сен де воротаны аспан іліп тұрма. Қарамайсың ба? Қайда теуіп атқан қарамайсың ба? Ворото деген алды. Ал жігіттер қалай, біздің ауыл жігіттері қалай екен, а? Казарати қалай? Кім Казарати ме? Мазерати. Не болып кетті? Бірінші тайм бітті дейді. Жарайды, жігіттер, әлбетте балаларыңа кішкене тактиканы. Молодцы. Красавчик. Сумка. Ана мәшинең по городу басып отырғанша. Күндегіңді көшіп ашасын Екінші тайм басталды. Қаланың жігіттері міне өз әдеттегідей ақырын сабырлықпен бір-біріне басты. Сабыржан неміне қарап тұрсың? Доп деген
алдында кетіп бара жатыр. Алима мынау қуат. Жан-жақты бақылаңдар, жан-жақты. Қалан қабырға қауіпті сен? Ей, сен көзің соқыр ма? Әдішпесәгін айтпана, жігіттерің ана үйрек ұстап отыр. Сабыржанның домбыда құлап жүр. Ана қаш қандай керемет. Той ебек. Мына жама біз Сабыржанның кесірден алды. Біздің ол неге доп-гол кірді де кетті. Неміне ойлап тұрсың енді, бәрі бүлдірбап енді жан-жаққа ереке, сен стадионсыз қаласың ау бүгін, а? Жырқылдан бір күлетін кез ба? Қуат, қолым шошады ба? Мен айтты, мен осы қуатты сіз тастап кеттіңіз бұны. Бір өзің нең бар, ана Сабыржан кеудесін итеріп. Әлияны шапалақпен тартып жібермесін, анау жынды жұмын. Әкесі де жынды болды. Түрмеден түрмеге шығып міне. Қан қолайды деген осы міне. Ал мені сары ғарышқа беріп деген ескерту. Бұл қайта ескерту саған. Ей, қойшы айналайын, қойшы болды. Ал, не болды ал? Суде, аны қырылған. Сабыр сені қойма. Осы қуатты жүрген жеріне шөп шықпайды. Алдың ғой достар анау деп атқан. Яс болады, қазір шақын қабат жерде. Қаласың сол жерде. Біреуің тоң қайдасың, біреуің ана қызыл ғарышқа алдысың. Не болып кетті өзім ау? Қуатын қысып жүрмейсің ба? Ал не болды енді? Енді өкінішке қарай 10 адаммен ойнаймыз. Давай, жігіттер, ұтамыз де 10 адам болыпты. Давай, чиновник. Ойнаңдар! Қуат, сен басын істейін ба? Анау ғой деп сен судья менімен қайғаласасың. Сен ашуыңды өзі қолға ұста. Үйіңде жүрген жоқсың. Ендігі ойын әрмен қарай жалғасы тапты жігіттер молодец. Қандай Сабыржанды болды. Сабыржан саған не болды? Мынау тамаша ойымды аласында аяғыңа топ деп ойнамайсың, басқа біреулер ойнай берсін. Ана Қырыс қаланың балалары деген қандай керемет ойнап жатыр. Мына бар отағы жақты. Ал не болды? Есептейге бір. Тұрсың ана паспортқа өскеп жүрген адамдар, бері қара. Барайын. Енді бүгін не ойын болып кетті? Біреусі краски алады, біреусі құлап жатады, біреуі ақсаңдап жүр. Угловой, ал енді қаланың жігіттер қазір угловойдан тебеді, ендігі тағдыр қыл үстінде тұр жігіттер енді. Кішкене жиналсаңдар ше. Ана бір қаланың балы қаны не болды? Ал, алдыға шықты, алдыға. Аны бас. Тоқ, мұнан немен ұстамады? Ал, қол болды. Той яқ дейді. Жынды болып қалған ба? Сабыржан, красавчик! Атаңның басы красавчик, өз командасы бәрі шалқылап тұрған красавчик па? Обещала, замена! Дұрыс, замена. Мына Сабыржанның көзін құртпай болмайды. Ана мен құда боламыз кім еді? Замена. Дұрыс айтасыңыз ана. Сабыржан көзін құрту керек. Бас салғанына міне бір шалып. Сабыржан шығармау дейсіз. Мына кім еді? Дәулет! Шық! Дәулет шыққан десе, Сабыржан шық деп айтсаңшы. Тамаша ойнап жүрген Дәулет, сен нең бар? Осыға сенім арту жоқ қой. Сабыржанның үміті мүсілген достыққа салғалы бер. Сабыржанды астыру көрігі Дәулетті ауыстырып, еуіп кетті мынау. Сабыр! Ұстап ойна, мен саған сенем. Кешек қателіктеріңді сақтап ал, сақтап бол, болмайды бұл даусым әрқашан микрофонда фул. Ана Сабыржанды ауыстырмайсың ба? Ана жетті өлеңін айтпаңдаршы, айтқан сайын бізге қол ұрып отыр ғой. Мен жаңасын жазып қойдым. Осыны айтамыз бәріміз. Теректі саған! Теректі саған! Жанымда беремін! Теректі саған! Теректі сені!
Анда фанаттар стадионмен в комплекте кетеді ғой, иә? Комплект я. Бұндай жанкүйерлер ешқашан сатылмайды. Жомарт. Құрған күні құрып кетсін. Міне Сабыржан енді оянған секілді. Алдардың кеше қарудың стендердің трюктарын көрсетіп жатыр. Мынау Әлима тағы есеп, төртте екі. Міне жарайды. Міне осылай кішкене бір-бірлеріне красавчик! Сабыржан, молодец, солай! Дальше! Я судья ысқырықпен бастап жіберді, қаланың жігіттер көзінің тұрғызды, доп депті, бірақ ештеңе етпеді. Міне көзінің біздің жігіттер енді атылды. Бұлақта бәйгіде топ құрыста шапқа жылпады. Сабыржан жақсылап деп аға. Әлима мынау тағы Сабыржан. Міне келімдерімді ақтады. Үміттерімді ақтады. Деген осы міне. Жалғыз мына көрермендеріміз аспанда құстардың өздері қанаттарын қағып жетекші қуанып жатыр секілді. А чё, шеф? Ничего болса. Ничего болса. Кстати, ничего болса не істейміз. Абсолютно Отмена болады да, шеф. Отмена болады. Түстеріңді көресіңдер, иншалла. Қазір. Есеп 3-4, соңғы минутта жалғасында, ойын деген жалғасында. Ай, керемет деймін. Нормально. Міне Сабыржан дұрыс айтады. Пенальти. Судья. Міне дұрыс айтады. Әттік түрген жерден жеңіс болады. Кім тебеді? Сам. Давай. Жаса өзің, әлі. Давай. Соңғы минут. Пенальти. Біздің Сабыржан, Варатич және доп. Тағдыр қыл үстінде тұр деп атам-қатам бекер айтпаған жігіттер іштей тілектіңдір. Сабыржан қазір не болады екен? Варатичтің жүрегі тұрсында гол алмады. Гол алмады деу. Қалай келемет мүмкіндік бар. Гол көрдің ба? Тағы да бір Екі минут болған кезде бар ғой, айрат нет сендер. Молодцы! Красавчик! Адеш, сен еңбегің. Бар жүгір ана, еңнің артынан. Күшік. Я, Мишок, сен жақсы ойнайды екенсің екенсің. Кезе жүрміш. Не болды? Маған көмегіңіз керек. Сен үшін любой көмек қой, ақша деген пішен білесің дейді. Просто оборотта. Тезе маған 15 минут теңге керек. Қанша? Не үшін? Жомартқа қарызбын. Жомарт қарап тұр ма? Ал енді мына прямой трансляцияда отырған подписчиктер жаңағы жарайды. Сабыржан, бірдеңесі болар. Уайымдама. Кім, Адеш? Рахмет, сый-сияпат жасап жатсыздар, коронавда розышқа беріп жатсыздар. Қазақтың футболында жолыққанша сол аламатта болыңыздар. Роза. Сабыржан, папам тұр ғой? Молодец, күшті ойнадыңдар бүгін. Сен көрдің ғой екі қолыңды? Свиданияға барамыз ғой енді, Сабыржан, жүрші сөйлесек. Сабыржан,
шын айтам, сен өте күшті жігітсің. Конечно. Бірақ махаббат, свидание деген артық әңгімелерді енді айтпай қойғыш, пожалуйста. Қойшы, Роза, не болды сонша? Нормально ғой бәрі. Мен шаршадым. Менен де жақсы қыз табылар. Папам күтіп тұр мен. Бір кем дүние деген осы шығар. Бір жағынан бәрі күшті болып тұрса, екінші жағынан обязательно бірдеңе не то болып тұрады. Бірақ өмір сонысымен қызық қой. Менің түсінгенім, егер сенің қолыңнан келмей ма, онда көмек сұра, ұялма. Адамның күні адаммен. Короче, қоймайды оны, балалардың бәрін ертке баға. Мен айтам ғой, керегі бар не еді бұсын. Қалайсың, Роза? Сәлем, Қуат. Привет, Роза. Не болды, әлі сөйлеспегіздер ме? Бля, білмеймін, родной. Былай да көрдім, түк шықпады бар ғой. Жо, мен не істеп қойдым деймін де, сөйтіп ренжитмей маған. Астынан көрмедің бе, брат, бұны сен? Ойнап айтамын. Короче, чудная идея бар. Сен мальчишке? Мен өзім шыстап, қоқыл осылай. Сабыржан, не болды? Жан керек, ойбай. Жан керек. Болмаса көтектен. Болмаса көтерейік. Жан керек. Мен онда потом тілермін, я? Жоқ, Роза, жоқ. Ауырып кетті. Сабыржан, не болды? Дәрігер! Жоқ, Роза, керек емес. Ол соңында келемін де шыдай тұрам. Қолымнан ұсташы. Білейін, бұл неден болды екен? Қалай неден? Стресс, переживание ғой, Роза. Өш сабасың, қандай стресс? Сен, Роза, айғанымен. Ой, болды, мен бәрін білем, уже айғаным айтып берді. Макс та білем, қызық екен. Жоқ, онда неге мен... Онда неге сөйлеспей жүрсің мен, Роза? Қаладағы қызың қызғанбасын деп. Роза, ол қыз вообще жоқ қой уже, Роза. Дұрыстап сөйлесейікші, Роза, пожалуйста. Так, футболист. Қалайсың? Не болды? Ай, футбол ойнап, приступ ұстап талып қалды. Қазір көреміз. Мына жерің ауыра ма? Аға. Ой, бұл. Мына жеріңші? Аға, тоже ауырып тұр. Ой, бұл. Мына жеріңші? Ой, қатты ауырып тұр. Ой, бұл, аға, не болып кетті? Айтсаңызшы бірдеңесін. Дымын қамапты ғой, операцияны дайындаңдар. Колясканы алып келіңдер. Аппендицит точно. Ана шынақтарға соң неше түрлі нәрсе шығуы мүмкін. Сондықтан операция жасау керек. Алып кел колясканы. Жоқ, аға, керек емес. Аға, нормально менде бұндай операция жасаймыз. Бол. Отыр. Аға, нормально оқыған сияқтаған керек емес. Отыр. Саба, құма бұл ойнайтын нәрсе емес. Ағай, бізде не керек? Сіз кімсіз? Мен... Аға, дұрыстап қараңызшы деймін, аға. Нормально болып жүрсіз. Саба дейм, бұл қиын операция емес, сен ойлағандай. Роза, шын айтам, дейм, маған операция керек емес, дұрыстап түсіндіріп айтшы. Давай былай істейміз. Қазір сен операцияға барасың. Сосын свидание дейсің бе, қалаған барлық жеріне барамыз, хорошо? Хорошо. Алып кет. Что там, қалай екен біздің форум? Операция алып кетті. Прикинь, аппендицит екен. Операция? Болмайды ғой операция. О, Ильяс. Ерболат. Саламатсыз ба, сөйлеп қайық. Таңыз қалай, бәрі жақсы ма? Жақсы жаным.
шүкір. Не істеп жүрсіз? Мен саған рахмет айтуға келдім. А? Иә, біздің ауылдың жастарына керемет жақсылық жасап жатсың ғой. Өткенде мықты концерт қойдың. Менің мына немерем футболист болам деп футбол ойнап жүр. Біздің ауылдың балалары футболист боламыз, федерацияға мүше боламыз деп айқайлап жүр. Сен біздің ауылға нағыз әкім болатын адамсың ғой сен. Сәуле апа, амансыз ба? Саламатсыз ба? Біздің ауылдың әкімінен ды пайда жоқ. Ой, Сәуле апа, мына жерде тұрып қой, томардай болып. Ерболат, мен немеремнің аузын Ойбай, кейін, Сәуле апа, біз жұмыс істеп жүрген адамдарды барсаңшы, айлығыңыз түсіп тұр, барың. Ертең келе ме? Сен халықтың аузын жаппа. Ереке, не болып жатыр? Дайындық болып жатыр. Дайындығын тасташы, не аласың оны? Біздің жоспар пісіп жетіліп тұр. Анықтаулардың бәрі добросын берді. Так, стадионды қашан сатасың? Соны сатпай қоюға болмай ма? Не? Не айтып тұрсың сен? Не тыңдашы? Мына стадион біздің ауылға берілген бір бақ болды. Сен. Жастардың бәрі осында ағылып жатыр. Темекі тартпайды, арақ ішпейді, ұрлық жасамайды, есірткі шекпейді, телефонды да қарамайды керек десең. Спортқа қызығушылық танытып жатыр. Біз оларға бір үміт сыйладық. Үміттерінен айырмайықшы. Ерома, мен саған соңғы рет айтамын. Сатасың ба, сатпайсың ба? Жақсы адамсың ғой сен. Сатпай қояға. Сен не айтып тұрғанын білесің өзі? Мен осы тірлік үшін аяқтағылармен арпалысып, енді бәрін дайындап алдына кеп тұрған кезде не айтып тұрсың сен? Ером, мен саған хабарласам, тағы да бір мүмкіндік берем. Ойлан дұрыстап. Сен де ойлан. Қалжың. Ереке, мен саған шынайы айтып тұрмын. Ойлан, мен саған хабарласам. Ілияс. Аға, түсіріп бересіз ба? Халқыңа қызмет ет енді. Тұрыңдар ал. Ой, тігінен түсіресіз ба? Ай, түсіре берші, сен де тәрбіштенбей. Тігінен де қояды ғой, мә. Ойлан. Пайда жүрдің сен тіршілік істеп, неден дақ керек